Muhtar Әуезов, Аққасқа. Ашқасқыр аңға бару үшін орнынан тұрды. Үш бөлтірігі бірдей үйме-жүйме болып, бірін-бірі жылытқан күйі қатты ұйықтап жатыр. Ашқасқыр оларды бір-бір жалап алып жүріп кетті. Көктемгі наурыз айы. Алайда түнде қаңтардағыдай ағаштар чытынап тұратын еді де, тілді болар болмас шығарсаң ақ қатты чымчып әкететінді. Қасқырдың денсаулығы нашар, әрі су жүрек. Болар болмас дыбыстан селт ете түсетін, үнемі біреу-міреу келіп, бөлтіріктерімді жәбірлемес егеді деп ойлайтын. Адамдар мен жылқылардың іздерін иісінен, ағаштың түбірлерінен, үйілген отындардың, малдың қиы түсіп қарауытқан жолдан қатты қорқатын. Ағаштардың сыртында ала-көлеңкелерде адамдар тұрған сықылданатын, орманның бір шетінде иттер үріп жатқан тәрізденетін. Қасқыр қартайыңқырап келгенді, сондықтан сезімі нашар тартқан еді. Жас кезінде алданып жолдан адасу дегені өмір болмайтын ғой. Міне, қазіргі кезде ара-тұра жолдан адасып та кетіп отырады. Түлкінің ізін иттің ізі деуі де мүмкін. Денсаулығының нашарлығынан ол бұрынғыдай бұзаулар мен ірі қойларды аңдуды қойған. Үйірлі жылқыны көрсе анадай алыс жерден орағытып өтетін. Содан тек өлексені ғана азық қылатын. Жас етті де сирек жейтін, жас етті тек көктемде үстінен түсіп қалып, қоянның жас көзектерін ұстап алғанда ғана болмаса, қозылары тұрған мұжық қорасына ұрланып түскенде ғана жейтін. Апанның 4 шақырым жерде пошта жолының үстінде қыстау бар. Осында үнемі жөтеліп қойып, өзімен өз сөйлесіп отыратын 70 жасқа келген Игнат атты шал тұратын. Дағлысы түнде ұйықтайтын да, күндіз болмаса қолына мылтық алып, орманды кезіп, қоян аулайтын. Заты бұрын механик болып қызмет етсе керек, өйткені қашанда болса бөгеліп тоқтамас. Бұрын өзін-өзі тоқта машина деп айғайлайтын да, жүрер алдынан барынша сілтелейтін. Қасында тұқымзаты белгісіз арабка дейтін таншадай зор қара иті болатын. Бұл ит жүгіріп ілгері алыстап кеткен кезде шал оған «Кейін сілте» деп айқайлайтын. Кейде шайқалақтап теңселіп тұрып ән салатын да, көбіне рельстерден шығып кеттім деп айқайлаған күйі барып жығылатын. Қасқыр мұны желден ғой деп ойлайтын. Өткен жаз бен күздігіні қыстаудың жанында ылғи бір қошқар мен 2 қойдың жайылып жүретін қасқыр есіндеді. Тағы осы жақын арада жанынан жортып өте бергенде қорадан маңырағандай болып естілді. Қазір енді қыстауға жақындап келіп жатып, үстіндегі наурыз айы ғой. Уақытқа қарағанда қорада қозылар сөзсіз болуы тиіс деп толғады қасқыр. Өте ашыққан. Содан ол қозыны бір мейлінше жесем деп ойлады. Осы секілді ойлардан тістері сақылдап кетті де, көздері қараңғыда жылтыраған 2 от секілді жанып тұрды. Игнаттың үйі сарайы, қорасы, құдығы айная биік жота-жота қармен қоршаулы. Тып-тыныш. Арабка заты сарай артында ұйықтап жатса керек. Қасқыр жотағармен қора төбесіне шықты да, тұмсықты салып жіберіп, аяқтармен сабан чатырды боратып талқандай бастады. Қасқыр құлап кете жаздады. Өйткені сабан әрі шірік, әрі нашар бұрпылдақ еді. Бір кезде қасқырдың мұрнына жылы бу аңқып қоя берді. Қойдың қиының сүтінің иісі келді. Суықта сезіні төмендеп, нәзік дауыспен Қошақан маңырап қоя берді. Тесіктен ырғып кетіп, алдыңғы 2 аяғы кеудесімен барып, жып-жылы бірдемеге түсті.
zatda koy bolu gerek. Bul gözde koradan tutquyuldan birdeme jemişke dawuspen urip koya berdi. Koylar rüküp kabırgaga tığıldı. Sodan gaskır şoşunup ketip, bu dep testene түскенде ıstay aldı da kaşa döneldi. Kaskır ışkına kaçtı. Kaskırdı sezgin Arapka bul gözde örşölene şabalana ördü. Kıstavdağı şoşungan tavuklar şakırıuda boldu. Al Ignat basçıqa şığa gelip, barınça tart, ıskırgan jakka qaray jönel dep aykaylaptır. Maşina sekildi pısıldap ıskırdı da, keyin go dep jöneldi. Ösüsü aygaydın bärin orman jangırıgıp kaytalap turdu. Ösünün bäri birden birge barıp basılgan gezde kaskır azırak tınıştandı da ağzına tislep alıp jerge salıp süyrep kele jatkan oljanın ösü gezdeki kozulardan görü ağırrak katkıldaw ekenin bayqay bastady. Isi de özgöşedi, dawustary da jatdy. Tыныгып alıp jewge kirsig üçün kaskır toktady da oljasyň karga koydu. Solak eken jirkenip ırgyp ketdi. Bul koz emes, süýekleri zor tokumdan çykkan uzun kulakdy, öýkön bastı, kap-kara gelgen Arapkanyň ak kaska sekildi, ak kaskasy bar küçük edi. Jörüs-turusuna qaraganda nadan jabaýy koraýdy. Özüniň ezilip, jaralanyp kalgan jonun jalap koydu da, ol tök bolmaganday kuyruğun bulgap jiberip, kaskırga örüp koya berdi. Sıkıldı kaskırda rete düştü de jörtüp jöneldi. Artından küçük jöneldi. Ol burulup karady da rete düştü. Küçük aňyryp toktay kaldı. Sodan soň anaw menimen oýnap jür dep bilse gerek. Tomsugyn kıstaw jakka qaray sozup götürdü de, çeşesi Arapkany kaskır ekeňizben gelip oýna dep şakyrganday, qoňrawşa sıldıragan köňüldü dawusben örüp jiberdi. Taň ata bastagan kez, sodan kalyňlyg terek arasымен kaskır apanyna kaýtyp kele jatkan kezde, her bir terekler aýkyn görünýetin edi. Kurular oýanyp, küçüktüň ruwmen okus baskan syvdyr, tanıştangan ädemi gorazlar elsin diretip uçup konuda edi. Kaskır ki, ne üçün bul meniň soňumdan jürüp geledi dep oýlady. Zaty meni jesindekin çygar, böltürüklermen bul kaskır taýyz çoňkurda turar. Ösüden 3 gün burun ulkön güçlü dawul, özün kart karagaydy tamyr men jylyp äketgendi. Sodan meni ösü şoňkur bolup kalgan edi. Tübünde onun gazirde eski japyraklar men mög jatyr. Böltürükler oýun kılıp jüretün sirdiň müýüzleri men süýekleri de jatkanda. Bir-birine oksas 3 böltürük üçöw birdeý oýanyp alyp, çoňkurdyň jeginde kaýtyp kele jatkan çeşesine garap, kuyruklarym bulgapdyr. Küçük kördü de anaday yerge toktalyp uzak wagt olarga taňra garady. Göz almay olar da karap durganyň görüp, küçük böten bire gürgendey aşulanyp öre bastady. Taň äbdin atdy, gün çykdy. Aynalada kar jalp-julp etedi. Meni osu wagtga deýin küçük anaday jerde örüpdir. Arsa bolgan karın ayaktary men teyip bilip, iýlep koyup, böltürükler şeşesin sorup jatdy. Al bul gözde şeşesi jylkynyň kebip kalgan ak süýeklerin kemirewde boldy. Öte gatty aşykkan edi. Sodan ürüwden bas awryp ketdi. Çakyrywsyz gelgen konakty tarpa bas salyp, aldım çygarsam beken dep oýlady. Ahyry küçük kaldyrady, dawusy karlykdy. Odan korkpady, gerek bolsa eşkim nazarynda salmady. Meni osulardy görgen soň küçük birisi oturup, birisi ırgyp, ýöreksingen güýde böltürüklerge jakynday bastady. Hazır kündüzgü jarykda küçükdi tügül görüp alyw oňay edi. Munyň ak maňdaýy ölköndü, öte akmak itlerdikindeý maňdaýynda döňüsü bar bolady.
Özdörü küngürt, akşıl, köp, kep-kişkine edi. Bökül keskini öte ahmak keyipti edi. Böltürüklerge jakyn gelip ergeri garap, jalpak ayaklarını sozdu da basın salıp "Au!" dep üre bastady. Böltürükler tök ukmadı. Alayda kuyruktарын bulgap koydu. Sondan soň kuşuk durup ayagymyň böltürüklerdiň birewini ulkön awbasyndan salyp jiberdi. Kuşuk bir büýürini berip janap geldi de kuyrugyn bulgagan güýü bir murtlap böltürükke garady. Sondan soň turgan jerinden kenet ırgyp ketdi de katty gardyň üstünden bir neçe ret aýnalyp çykdy. Böltürükler kuwa jöneldi, kuşuk çalkasынан jata kaldı da dört ayagyn jogary tarbita koydu. Böltürükler jabılıp kuwangandan hırr etip tisley bastady, birak awurtpay oýnap gana istedi. Beýik garagaýda oturgan kargalar bulardyň kürüsüne jogarydan garap oturup öte tynyssyzlandy. O şu bir türlü köňülde. Gün kökdemdegidey jalatypdyr. Dağıl soğup ulap jatkan karagaydan elsin ışık ötüp jatkan kur korazdanıp günnüň nuruna şagılyskan jawhar sekildi bolup köründi. Askır böltürüklerin aňgyr ötkendey kolga tüsken nersemen oýnatyp baryp ýöretişidi. Sonduktan böltürükleriniň katty kalın garmen kuşukdy guwalap alsyp jürgenlerine karap oturup meýle öýrensin dep oýlady Kaskar. Oýnap bolgandan keyin böltürükler şuňkurga gaýtyp baryp ýyktawga jatdy. Açlykdan biraz oluw bulup goýup keyin kuşukde kerilip möske jata getdi. Oýangandan keyin tagy da oýnay başlady. Kaskar küni boyu eş boyu ötken tünü gorazdagy kozunyň maňragan nesini alumen boldy. Koy sütüniň ýygy aňkygan, turgany ýesine tüsdi. Şabaty öte örşelenedi. Sodan dişlerini sart-surt etkizip, eski süýekdi awuzundan suwy gurup kemirewmen boldy. Oýunça onu kozu dep kemirip jatdy. Böltürükler sorbayıp koyady da al tamak jegisi gelgen kuşuk aynalada jürüp kar diskeleydi. Ösü kuşuktun özünü jep koysam beken dep oýlady Kaskar. Kaskar kuşukka keledi, solak eken kuşuk onun tumsugyn jalap jiberdi de özü men oýnaýyn dep turgan çygar degen oýmen dördeýip tura galdy. Ötken wagtlarda itlerdi jeytindi. Al kuşukdan it ýesi katty münköp tunugan edi. Sondukdan den saglygynyň naşarlygyny gazyr de bul isdi jaktyrmaýdy. Jirenip ketdi de syrt aýnalyp jürüp berdi. Döňge garay sowuk boldy. Keşedin özüniň jylaryny sagyngan kuşuk awulga garay sap çekdi. Böltürükler äbden ýykyga girgen gezde Kaskar tagy da aňga jöneldi. Ötken tündegi yol bolar bolmaz dybystan tınışsızlanıp ýylen gakdy. Agaç töbürlerinden, otundardan korkdy. Alystan adam sekildi bolup görünýetin, jeki gara turgan kara baran arşa toktary onu korkutup oturdy. Joldan syrt katty garmen jortup oturdy. Kenet alından alystan jol üstünde birdeňe karaňdady. Gözün tügüp kulağın tırıp tыңдай kaldı. Çınında aldığında bir demek ketip bara jatkan edi. Tepti bir galypmy maň baskan dybys da estilip durdy. Borsuk emes bekin. Kaskar öte saktandy. Demniň özüne äreň algan güýü birden birge sırtday oturup ozup aldyna düşdi. Sodan soň karap jiberip edi, tany getdi. Bul jaý bäzir aýandap kıstakka gaýtyp gele jatkan Akkaska küşük eken. Ol tagy da magan kedergi bolup kesir kalmasy ýedi dep Kaskar oýlady da tezdete basyp ilgeri jorda jöneldi. Kıstak jakyn edi, tagy da ol jota garda basyp koranyň töbesine çykdy. Keşegi tesik sabamen bitelgen edi de töbesine jaňadan eski sırgawul bastyrylganda.
Күшük kele жатпады ма екен деп қарап қойып, қасқыр тұмсығымен аяқтарын салып бората бастады. Содан жылы бу мен мал қиының иісі жаңа ғана аңқи бастаған кезде артынан өршеленген иттің қуаныш дүруі естілді. Бұл келген күшік еді. Төбеге қарғып қасқырға келеді. Сонан соң ырғып тесіктен түсті де өзінің үйіне келіп жылынып, қойларын таныған соң бұрынғыдан да қатты үріп қоя берді. Сарай артынан арапқа оянды да қасқырды сезініп қыңсылап қоя берді. Тауықтар шақырды. Содан қолында мылтығы бар Игнат басқыштан көрінген кезде шошынып қорыққан қасқыр қыстақтан алыстап кетіп еді. Жөнел деп Игнат ысқырды. Жөнел, пәрменде қол. Серіппені басып жіберді, бірақ мылтық атылмады, және басты тағы атылмады. Содан соң үшінші рет басты, содан барып мылтық аузынан үлкен бір будақ от шықты да, адамның құлағын жарып бу деген дауыс естілді. Иығына өте қатты тепті. Содан бір қолын мылтық, екінші қолын балта алып, айғай-шудың неден екенін көруге жөнелді. Аздан кейін үйіне қайта оралды. Осы түні үйінде қонақ қонып жатқан жолаушы айғайдан оянып кеткен күйі немене деп сұрады қарлыққан дауыспен. Түк емес деп Игнат жауап берді. Еш нәрсе емес, біздің аққасқа қойлармен бірге жылыда ұйықтайтын болып алды. Жалғыз-ақ есіктен жүрудің орнына үнемі төбеден чатырдан шығуға аңсары ауып тұрады. Өткен түні төбені бұзып шығып серуендеп кетті. Антұрған қазір қайтып келіп, тағы да төбені талқандап тастап та ақымақ. Иә, миындағы піружаңы үзіліп кеткен ақымақтарды өмірі сүймеймін деп, Игнат пешке шыға беріп күрсінді де: «Әу, құдайы мейман, тұруға әлі ерте, кел мықтап тұрып ұйықтайық» деді. Таңертең аққасқаны шақырып алып, екі құлағын қатты жұлқып жіберді, кейін шыбықпен зекіп отырып, есіктен кіріп жүр деп 3 рет қайталап айтты. Аққасқа қасқыр. Чехов аудармасы. Мұхтар Әуезов.